Армысыздар, жанға жылу арнасының тыңдармандары, сіздермен бірге Айкерімнің әңгімелері. Бұл хатты менің тыңдарманым жіберіп отыр. Айкерім, сіздің арнаңызға үнсіз қанша уақыт қосылып келем. Бірақ бүгін, дәл қазір ішіме сыймай жазып отырмын. Өтінем, есімімді айтпай-ақ қойыңызшы, немесе басқа есіммен ауыстырып жіберсеңіз болады. Мен көп балалы анамын. Қолымда ата-енем, тіпті енемнің енесі бар. Осы үйге келін болып түскеніме биыл 10 жыл екен. Осы 10 жылда көрмегенім жоқ, бірақ бәрін үнсіз көтердім. Жолдасым Қайрат қара жұмысшы, машина жөндейді. Мен үйде 4 баламды бағып, 3 үлкен кісіге шай тамағын жасап, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылған жанмын. Шүкір деймін, бірақ адаммын ғой. Кейде мейірім жетіспеген кезде ішім жылап кетеді. Сіздің әңгімелеріңізді тыңдағанда ғана мен өзімді адам ретінде сезінем. Сол үшін жазып отырмын. Мен сияқты үнсіз келіндерге бір үміт сыйласаңыз екен. Айкерім, мен бұл үйге келін болып түскен күнімді әлі ұмытқан жоқпын. Төмен қарап, үнсіз ғана сәлемімді салып, жақсы келін болсам екен деп жүргенім есімде. Бірақ сол күннен бастап мен күткен жылулық емес, сынақ басталды. Енем өте қатал. Ешқашан жылы сөз айтпайды. Шайын кеш берсем, уақытты білмейсің бе дейді. Атам бірде үндемейді. Бірде титтей қателік тауып, келін деген мынандай болмайды деп үнемі намысыма тиеді. Ең қиыны енемнің енесі. 90-ға жақындаған, бірақ сөзі от. Біздің кезімізде келіндер деп бастайтын әңгімені күніне 40 рет айтады. Менің неше минут тыныш отырдым, бәрін есептейді. Бір күні самаурынға от жағуды кешіктіріп қойдым. Таңғы 5-те тұруым керек екен ғой. Содан бері мына келін ұйқыны жақсы көреді деген атақ жабысып қалды. Тіпті өзімнің баламды құшақтап отырсам да, әй, рақаттанып отырма, жұмыс жетеді, деп сөз естимін. Солай күндер өтті. Тек бірақ сөзді жиі естимін. Келін адам емес, қызым етші деп тура бетіме айтқандары бар. Бірақ мен үндемедім. Ұрысса басымды идім. Себебі менің ішімде үміт бар еді. Қайрат мені қорғайды деп сендім. Айгерім, менің 4 балам бар. Ең кішісі әлі емізулі. Таңғы 5-те тұрам. Ең бірінші самаурынға от жағам. Сосын енемнің енесіне бөлек шай, ата-енеме бөлек ыдыс, бөлек тәртіп. Балаларым әлі кішкентай, ең үлкені 9-да ғана. Біреулерің жәрдем беріңдерші, көмектесіп жіберіңдерші десем, мама, мен де шаршадым деп жылайды. Шаршаса шаршағандай шығар. Балаларым өздерімен өздері бір-біріне қарап өсіп келе жатыр. Үй деген бітпейтін соғыс алаңы сияқты. Түс ауғанша ас дайындау, түс аяқталмай жатып кешкі асқа дайындық. Ыдыс жуам, 4 баламның біреуі жылайды, оны жұбатам, енем шақырады, енемді тыңдаймын, анау енесі шақырады, 3-еуіне үлгерем, 4-ші оянып кетеді. Бір күні өзімді ұстай алмай, балалар ұйықтап кеткенде ас үйде үнсіз жылап отырдым. Өйткені менің уақытым жетпейді. Мен өзімді ұмытып бара жатқандаймын. Үнемі басқа біреудің керегін орындап жүріп, мен не қалаймын деген сұрақ қоюға да қорқамын. Себебі егер осы үйде ышқырып шаршадым десем, шүкіршілік білмейсің деп бірден кінәлай бастайды. Мен ешкімге ренжімеймін, бірақ мойындаймын. Ішімде бір үнсіз үміт өліп бара жатқандай. Айгерім, мені ең ауыртқаны шаршағаным емес. Маған ең қиыны Қайраттың да мені түсінбей кеткені. Басында ол мені қорғайтын сияқты еді. Шыда, бәрі уақытша дейтін. Бірақ уақыт өтті. Ол да сол үйдің заңына бейімделіп кетті. Енді менің жанарым шашыраңқы болса, не болды соншама, шүкір етсейші, бәрі бар ғой, дейді. Енем ашуланса мен үндемей тұрсам да, Қайрат мен емес, олар да жақтайды. Сен әйелсің, әйел шыдайды. Мен де анамды тыңдап өстім. Келін болған соң үндемеу керек, дейді. Иә, мен үндемеймін. Бірақ білесіз бе, Айгерім, үндемеген сайын мен жоғалып бара жатқандаймын. Соңғы кезде ол үйге кеш келеді. Тамақ ішіп, үндемей телефон қарап отырады. Мен бірде оған жай ғана, балаларға уақыт бөлші, сені сағынады дедім.
Ол не істеймін мен енді? Ашқаным жоқ, жапқаным жоқ. Еркектің жұмысы ақша табу, деді де тысқа шығып кетті. Сол түні мен өзімді жалғыз сезіндім. Ең жаман жалғыздық адам ішінде отырып сезілетіні екен. Түнгі сағат 2. Бүкіл үй ұйықтап жатқан. Мен болсам әлі ас бөлмеде отырым. Қайрат баяғыдай кеш келді. Тамақ ішті де тіл қатпастан бөлмеге кіріп ұйықтап қалды. Мен тағы да ас бөлмеде түн ішінде ыдыс жуып отырдым. Тыныштық, шаршаған денем жантая кетсем деп тұр. Бөлмеге кірсем Қайрат ұйықтап жатыр. Телефоны жанында. Экран әлсіз жанып тұр. Мен ештеңе іздемедім, тек телефонын сөреден түсіп кетпесін деп жай ғана жоғары қоймақ болдым. Дәл сол сәт экран қайта жанды. Көзіме бірінші түскен Серік С деген есім. Ал төменде жанып тұрған жазу. Сағындым, бүгін қалу керек еді. Қолым дір етіп тоқтап қалдым. Дәл сол сәт мен ештеңеге сенбей тұрдым. Бұл басқа Серік шығар, жұмыс шығар деп өзімді жұбаттым, бірақ жүрегім тыныш отырмады. Ашып қарадым. Сол чат. Апта сайын кездескен. Бәйбішем ұйықтасын, бүгін шығам. Сені ойлап кеттім. Әйел болып түсінетін бір сенсің деген сөздер. Мен үнсіз оқи бердім, тоқтай алмай. Бұл 10 жылда мен алғаш рет аяғымның астындағы жер қозғалғандай болды. Тыныштық емес, құлағымда бір ғана дыбыс тұрды. Мен неге үнсіз жүрдім? Телефонды орнына қойдым. Ұйқыда жатқан Қайраттың жүзіне қарадым. Мен іздеген мейірімді енді оның жүзінен таба алмайтынымды түсіндім. Жылағым келді, бірақ жылай алмадым. Дәл осы сәтте менің көзім емес, мынау жаным ауырды. Ал жаны ауырған адамның даусы шықпайды екен. Мен үнсіз отырдым, жылай бердім. Қайтадан әлсіз боп көрінем бе деп қорықтым. Не істеуім керектен сұрақты емес. Менің өмірім неге осылай аяқ тыныштығымен өлшенеді деген сұрақты ойладым. Мен осы үйге алғаш рет келгенде үмітпен келген едім. Енді сол үміттің тамырының қалай суып бара жатқанын сездім. Үнсіз отырып өзіме бірақ сұрақ қойдым. Мен үндей берсем, мен тағы жоғалам ба? Мен телефонды орнына қойып ұйықтап жатқан Қайратқа емес, өз өміріме қарап отырған сияқтымын. Мен не істеймін? Айтыңыздаршы, мен қай жерден қателік жібердім? 10 жыл бойы мен оларды тастай алмадым. Балаларым менің ең әлсіз әрі ең күшті тұсым. Мен кете алмаймын. Кетсем де маған оларды ешкім бермейді. Қараңғыға тастап кеткім де келмейді. Әйел емес, жай ғана жүрегін арқалап жүрген адам ретінде сұраймын. Мен не істесем болады? Шаршадым, бірақ кетуден де қорқамын. Міне осындай жағдай менде ғана емес, талай қыз келіншектердің басынан өтіп жатыр ғой. Бірақ көбі үндемейді, үнсіз ғана шыдап жүр. Солардың бәріне сұрақ қоямын. Шыдаған сайын адам тозбай ма? Айтыңыздаршы, бұл жағдайда не істеген дұрыс? Мені түсініп отырғандар бар ма? Мен әр сөздің астында бір шындық бар деп ойлаймын. Мүмкін сіздің бір ауыз сөзіңіз бір тағдырды құтқарып қалар. Әр қайсыңыз ойыңызды жазып қалдырыңыздаршы. Бір оқырманның пікірі болмаса, екіншісі біреуге жол көрсетуі мүмкін. Ал мен бұл әңгіменің екінші бөлімімен бөлісуге дайынмын. Тек жоғалтып алмас үшін дәл қазір қосылып қойыңыз, өйткені алда менің шешімім бәрін өзгертуі мүмкін.